Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен 10 минутта дайын болатын нарынды жасап көрсеткім келіп тұр. Бұл нарынның керемет түрін қараңыздар. Лавашты аласыз да, кесе саласыз. Дайын піскен етіңіз болса, міне 10 минутта керемет тағам дастарханға келді. Нарынды қалаған үлкен кісілеріңіз болса, жігітіңіз болса, мына дайын, дап-дайын. Енді осыны сізбен біз болып қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды пісіру үшін бізге керекті заттар. Біз мына бір 400 грамдай ет алдық, жылқының еті. Оны мен әдемілеп пісіріп алдым. Онан кейін бізге лаваш керек. Көрдіңіздер ме? Лавашты 5 сантиметрден бөліп қойдық. Бұны қазір майдалап турауымыз керек, нарын болып. Сонан кейін барып екеуін етті қосып әдемілеп саламыз. Оған бізге кішкентай сұйық май керек. Қазір біз турай бастаймыз. Міне турауы оңай дайын лаваш қой. Өстіп әдемілеп майдалап турай беріңіздер. Міне енді етін турап жатырмыз, майдалап, ұзыншалап. Екеуін қазір қосуымыз керек. Мына етті қараңыз, ұзыншағып әдемілеп турадық. Енді екеуін араластыруымыз керек, бұл екеуін. Жұмыстан шаршап келгеніңізде бұл керемет тағам болады. Міне мынау лавашты майдалап, чуқалап турадық. Енді бұл екеуін әдемілеп араластыру керек. Сосын бұған құрғақ болып қалмау үшін үстіне май қою керек. Міне бір 50 грамдай сұйық май қоямыз. Керемет тағам болады сосын. Міне қазір майын құйып жіберейік. Сонда кәдімгі нарыннан айырмашылығы болмайды қолдан кескендей. Міне лаваштан жасалған нарын деген керемет тағам дастарханға келді. Қараңыздар. Піскен етті есептемегенде 10 минут уақытым кетті. Жұмыстан келгенде осылай жүгіріп, осылай нарынды жасасаңыз да болады. Сорпасы жоқ десеңіз, ана еттің қайнаған сорпасы дайын тұр, салып аласыз. Майын көптеу қоям десеңіз, көптеу қойыңыз. Өте керемет болып дәмді шығады. Көріңіздер, осы менің әдісімінде нарын турап көріңіздер. Лаваштан жасауға болатын мен көріп жатырмын. Енді осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әрбір комментарийларыңыз маған өте маңызды. Мен инста парақшама да кіріңіздер. Ол жерде латын алфавитімен Апашка готовит деген керемет канал. Оны да алға қарай жылжытып жатырмыз. Оған да кіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.